Монти, сенің не тексергің келіп тұр? Мяу, Маркус, сен детектив ит болғың келе ме? Сен қандай ит детектив болғысы келмейді дейсің? Әрине, бұл менің арманым ғой. Мяу, енді сенде керемет мүмкіндік пайда болды. Саған менің ізімді аңдып, иіскеп жүруге тура келеді. Сен мені жануар ұрыларына апаруың қажет. Ого! Кімді ұрлап әкетті? Мені, сен маған 3 күн бойы қалада болмадым дегенсің. Мен неге бұл оқиға туралы білмеймін. Сірә, олар мені ұстап алып бір нәрсемен қоректендіріп, немесе сусын ішкізіп, жіберіп қойған шамасы. Ол жерде бір гәп бар. Бірақ менің есіме сары миньондар мен гүру түсті. Біздің қаламызда белгілі бір қылмыстық топ пайда болған. Қылмыстық топ? Бізде ондай ешқашан болған емес. Сол үшін дұрыстап тексеру қажет. Түсіндім. Тоқтай тұр. Иә, күлегейдің иісі. Дәмді торттың шие қосылған торт секілді. Ал мына иіс келеді. Ал, ізін таптың ба? Иә, сол жағынан. Ой, өмірде бақыт жоқ. Бұның не? Боп? Менің мысығым кетіп қалды. Боп болса мысығын сағынып жүр. Ол сенің мысығың емес. Ол өзінше айта салды ғой. Жарайды енді мұңайма. Шие жейсің бе? Менің сүйікті шиелерім. Жоқ, қаламайм. Мысығымды қалаймын. Боп, бұның не кішкентай сияқты? Гүру айтты ғой, ешкіммен сөйлесуге, ешкімді ертіп келуге болмайды деп. Міне, әдеттегідей Гүру айтты ғой. Гүру ашуланады, Гүруге ұнайды, немесе ұнамайды. Ал мен бәрін өзім білгім келеді. Қайда барам, кіммен барам, не қалайым? Боп, ал егер сен бәрін бүлдіріп алсаң ше? Мен істедім, мен қателесем, мен өзім жауап берем. Иә, зұлымдар, ұсталдыңдар ма? Міне қайда тығылдыңдар? Алға не, мойындаңдар. Не үшін Монтиді ұрлап әкетті? Қайда ұрылар? Қайдағы қылмыстық топ? Олар қайда? Қылмыскерлер, мына сендерсіңдер, ұсталдыңдар. Алақай, менің мысығым оралды. Балалар, мен бүгін сендерге өте қызық тапсырмалар дайындап қойдым. Сендер ол тапсырманы орындауға дайынсыңдар ма? Жақсы, ендеше бастайық. Бірінші балалар, біз өзіміз үйренген кесте бойынша сандардың құрамын тағы бір рет есімізге түсірейік. Дайынбыз ба? Тамаша. Ең бірінші 2 санының құрамы. Кәне бар кесте сендерге көмекке беріліп тұрады. Ал мен сол сандардың құрамын айтып отырайын. Сендер табыңдар. 2 санның құрамын. Кәне кім айтады? Жақсы. 1 және 1 санның қосындысы. Келесі 3 санның құрамы. Дұрыс айтасыздар. 2 мен 1, 1 мен 2 санның қосындысы. 4 санның құрамы. Кәне, бар егер сендерге қиын болып жатса, мына бір кестеге қарауға ұмытпаймыз. Кәне, 4 санның құрамы. 1 және 3 санның қосындысы. 3 пен 1 және 2 мен 2-ні қоссақ, жауабы 4. Келесі 5 санның құрамы.
1 мен 4, 2 мен 3, 3 пен 2, 4 пен 1 санының қосындысы екен. Жақсы, келесі 6 санның құрамын балалар кәне тез ойланамыз, тез жауап беруге тырысамыз. Жақсы ма? 1 мен 5 санның қосындысы 6-ға тең, 2 мен 4, 3 пен 3, 4 пен 2, 5 пен 1. Жақсы, келесі 7 санның құрамы. Кәнекей, 1 мен 6 санның қосындысы, 2 мен 5, 3 пен 4, 4 пен 3, 5 пен 2, 6 мен 1 санның қосындысы екен. Келесі 7-тен кейін қандай сан? 8. 8 санның құрамын кәне кім тез әрі шапшаң айтады екен? Дұрыс айтасыздар. 1 мен 7 санның қосындысы, 2 мен 5, 3 пен 4. Біз 7 санның құрамын емес, 8 санның құрамын айтып жатқанымызды тағы бір естерге түсірейін, шатаспаймыз. 4 пен 4 санның қосындысы, 5 пен 3, 6 мен 2, 7 мен 1. Тамаша. Келесі балалар 9 санның құрамы. 9 бізде күрделі сан, оның құрамында сандар көп. Сондықтан кестені міндетті түрде пайдаланайық. Кәне 9 санның құрамы? 1 мен 8, 2 мен 7, 3 пен 6, 4 пен 5, 5 пен 4, 6 мен 3, 7 мен 2, 8 және 1 сандарының қосындысы. Ал енді ең үлкен бізде ең көп санымыз 10. 10 санның құрамын кәне кім жақсы біледі екен? Кім тез айта алады екен? Дұрыс айтасыздар. 10 санның құрамы 1 мен 9 санның қосындысы, 2 мен 8, 3 пен 7, 4 пен 6, 5 пен 5, 6 мен 4 санның қосындысы, 7 мен 3, 8 пен 2, 9 пен 1 санның қосындысы. Тамаша. Балалар, енді қосу таңбасына кері амал қандай балалар бізде? Азайту. Біз қостық санның құрамын білу үшін. Енді кәне осыны біз азайту арқылы тексерейік. Ал ең бірінші кіші сандардан бастап жазайын. 2 мен 2 санды азайтсақ неше болады? Дұрыс айтасыздар. 0. Келесі 3-тен 1-ді азайтсам неше болады балалар? Дұрыс айтасыздар. 2. 4 азайту 3 неше болады балалар? Кәне 1. Балалар, сендер оны қайдан білесіңдер? Қайдан білім? Қай кестесіндер көмекке келіп отыр? Дұрыс айтасыздар. Сандардың құрамы жазылған кесте бізге азайтуда да көмектеседі екен. Келесі 5 азайту 2 неше болады? 3. Келесі балалар бізде 6 саны. 6 азайту 4. Жауабы 2. Жақсы балалар, жарайсыңдар. 7-ден азайтамын. 5-ді азайтып көрейін. Неше болады екен көрейік. Дұрыс айтасыңдар. 7 мен 5-ді азайтсам жауабы 2. 8 азайту 3. Неше болады? 5. Тамаша. 9-дан азайтып көрейік 6-ны. Кәне? Балалар, қиын болып тұр ма? Ендеше кестеге қарайық. 9 сан табайық бізде. Ол үшін біз 6 санның құрамына қараймыз. 9-ды таптық. Неше болады балалар? 3. Жақсы, 9-дан 6-ны азайтсақ 3. Және келесі 10. 10-нан азайтып көрейік 5-ді. Жауабы 5. Жақсы. Ал балалар, біз бірінші тапсырманы ешбір қиындықсыз және де қатесіз орындап шықтық. Енді сендерге келесі тапсырманың шартын түсіндірейін. Ол үшін төмен жақтағы бізде берілген сандарға қарайық. Бұл жерде балалар бізде тең белгісі тұр. Сонда балалар, бұл мына бір сандардан бізде тең, яғни жауабы шыққан санды шығу үшін біз қандай амал орындаймыз? Қандай сан жазамыз? Соны анықтауымыз керек. Яғни бұл математикалық жұмбақ.
Яғни 7 саны тұр. 7-ден балалар, мына жерде нүкте тұр. Нүктенің орнына біз таңба қоямыз, бос орынға сан қоямыз. 7 жауабы 4. Ал кәне, бос санды табу үшін біз не істейміз балалар? Кәне, ойланып көріңдерші. Қандай ең тиімді тәсілі бар екен? Дұрыс айтасыздар. Бізде жауабы болып тұрған, яғни санды көреміз. Ол 7-ден кіші. Сондықтан біз азайту амалын орындаймыз деген сөз. Егер бізде жауабындағы сан бірінші саннан көп болса, ендеше ол қосу болатын еді. Бізде кіші болғандықтан азайту амалын орындаймыз. Яғни бізде бұл бірінші тұрған азайғыш, айырманың мәні бар. Азайтқышты табамыз. Ол үшін 7-ден 4-ті азайтайық. Неше болады балалар? Кәне 3. Дұрыс айтасыңдар. Ал тексереміз. 7 азайту 3 тең болады 4. Жақсы. Келесі балалар қараймыз. 2 саны тұр. 2-ден кейін бізде нүктеге таңбаны қоямыз. Жауабы 6-ға тең. 6 2-ден көп пе, әлде аз ба? Дұрыс айтасыңдар. Көп. Сонда біз қандай таңба қоямыз? Қосу. Енді бізге белгісіз қосылғышты табу үшін 6-дан 2-ні азайтамыз. Неше болады? Кәне, дұрыс айтасыздар. 4. Енді тексереміз. 2 мен 4 санының қосындысы 6-ға тең. Жақсы. Енді келесі 8 санын қараймыз. Жауабы 10. 10 бізде 8-ден көп. Сондықтан бізде нүктенің орнына қосу таңбасын қоямыз. 10 азайту 8 неше болады? 2. Ал белгісіз сан таптық. Енді қараймыз. 8 қосу 2 тең болады 10. Тамаша. Келесі санды қараймыз. Бізде 10 жауабы 8. 10 үлкен. Жауабы бізде кіші болып тұр. Сонда біз қандай амал орындаймыз? Азайту. Азайғышымыз 10-ға тең. Айырманың мәні 8-ге тең. Біз азайтқышты қалай табамыз? Кәне 10-нан 8-ді азайту арқылы неше болады балалар? 2. Ал енді тексереміз. 10-нан 2-ні азайтсақ неше болады? 8. Жауабымыз бізде дұрыс. Келесі 9 саны тұр. Жауабы 6. Бізде жауабы мына бір 9-дан кіші. Сондықтан біз 9-дан кіші санды табу үшін азайту амалын орындаймыз. Енді 9-дан бірінші біз 6-ны азайтып алайық. Кәне, неше болады? Ойланамыз. Дұрыс айтасыздар. 3. Кәне, біздің жауабымыз дұрыс немесе бұрыс екенін тексеру үшін бұл жерде де кестеге қарап көрейікші. Біз 9 және 6 деген санды табайық. 6 санымыз міне тұр, 9 санымыз міне тұр. Енді қараймыз үстінде қандай санға бірдей тең келіп тұр екен? 3. Міне 3-ті жаздық. Сонда біздің жауабымыз дұрыс екен. Келесі 10 саны, жауабы 3. Кәне, енді бұл жерде сендер айтыңдаршы, қандай таңба қоямыз? Қосу ма әлде азайту ма? Дұрыс айтасыңдар. Азайту. Біз оны қайдан білдік? 10 үлкен, жауабы бізде кіші болып тұр. 10-нан 3-ті азайтамыз. Неше болады? 7. Өте жақсы. 10-нан 7-ні азайтсақ неше болады? 3. Кәне, жауабымызды тексерейік. 10 саны мен 7 санын табайық. 10 саны, міне 7 саны. Қараймыз үстіне 3 санына тең екен. Жақсы балалар. Сендер екінші тапсырмадан да мүдірмей өттіңдер. Жарайсыңдар. Сендер енді тек қана сандардың құрамын қайталап отырыңдар. Сол үшін сендер тапсырманы тез әрі жылдам орындайсыңдар. Монти, сенің қиялың қандай? Ұрланды.
негізіне келгенде өте сүйкімді жаратылыстар. Иә? Біз мейірімдіміз. Жиі қалайсың ба? Өте дәмді. Онда менің есімде неге ештеңе жоқ? Мүмкін сенің басыңа бірдеңе болған шығар. Бірақ мен бәрібір бұл жерде бір нәрсе дұрыс емес деп есептеймін. Сендер мұнда қайдан жүрсіңдер? Марғау, сен уайымдама, саған ешкім жамандық жасай алмайды. Біз мұнда кенеттен тап болдық. Біз ұшып келе жаттық. Кенет шағымыз бағытын жоғалтып алды. Білесің бе, осындай сызықтар байланысын. Біз бұл туралы естідік. Және Гавайи туралы да. Барлықтарың өтірік айтып тұрған секілдісіңдер. Марғау, ашуланбашы, миньондар ешқашан өтірік айтпайды. Кел, одан да ойнайықшы. Иә, ойнайық. Ақылды ойын. Міне қара. Бұл үй. Үйдің төбесінде сандар. Олар дайын жауап. Терезелерде әр қабатта көрсетілген сандалу үшін осындай сандарды табу керек. Қане, Кевин, берші көрейін. Иә, бұнда 6 және 3. 10 болу үшін бір санын қою қажет. 6 қосу 1, қосу 3 тең болады 10. Монти, енді сенің кезегің. Жарайды. Келесі қабатта 2 саны бар. Мен тағы 3 және 5 қосамын. Себебі 2 қосу 3 бұл 5 қосу 5 тең 10-ға. Менің мысығым ақылды. Жарайсың. Қарашы, мен де ақылдымын. Қалған қабатта ешқандай сан жоқ. Сондықтан мен мұнда 7 қоям. Және 1 мен 2-ні қоямын. 2 қосылған 1 3 болады. Және 7 қосам 10 болады. Қарашы, қандай ақылдымын. Жарайды, балалар, біз сендерге тағы да келеміз ғой. Біз үйге қайтуымыз керек. Кеш болып кетті. Барлығың аман саулықта болыңдар. Маркус, Монти, сіздермен сондай жақсы. Тағы да келіңіздер. Олар қандай күшті. Сендер не бүлдірдіңдер? Неге бізге тағы да біреу келді? Бұның қауіпті екенін түсінесіңдер ме? Сондықтан мен өз мифымды шығарып жадыларыңды өшіріп тастайым. Енді сендердің естеріңде ештеңе қалмайды. Бұл қаладан солай ғана кетуіміз керек. Қандай жаман адамсың, Грю. Мен сенен әзірге кетем. Монти, Маркус, күте тұрыңдар. Біз де кетеміз. Кевин, кеттік. Боб, Біз біргеміз. Біз де кетеміз. қайда барасыңдар? Қане, тоқтаңдар. Балалар, сендер менікісіңдер ғой.